Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздерменен қарынға салып пісірілетін бұқтырмамның жасалу жолымен бөлісетін боламын. Аты айтып тұрғандай, қарынға не болмаса ішекке салып пісірілетін бұл тамақтың жасалу жолы өте оңай. Дайын болған бұқтырмамызды сылай жеуге де, не болмаса суытып жеуге де болады. Бұқтырмамыздың тағы бір ерекшелігі, майсыз, сусыз осы ішектің ішінде пісіріп алатын боламыз. Егер видеоны соңына дейін көрсеңіздер, көңілдеріңізден шығып жатса, лайк, комментарий қалдырыңыздар. Тіркелмегендеріңіз болса, қазақша контентті қолдап, қоңырау шанына басып тіркеле кетіңіздер. Алдын ала рахмет айтамын. Ішекке тығылатын малымыздың ащы шегін, тоқ шегін барлығын жақсылап жуып алғаннан кейін, өкпе, бауыр мен бәрін қосып, біраз қасық тұз салып, 20 минуттай суда қайнатып аламыз. Менде қойдың қарны болмағандықтан мен сиырдың ұлтабарын пайдаланатын боламын. Сиырдың ұлтабары өте майлы, сондықтан кейбір артық майларын пышақпен кесіп алып тастаймыз. Жасылай піскен ішек қарнымызды суытып алғаннан кейін, ет тартқыштан өткізуге ыңғайлап турап аламыз. Және осыншама пиязбенен 5-6 түйір сарымсақты қосып, ет тартқыштан өткізіп аламыз. Ет тартқыштан өткізіп алдық. Енді дәмдеуіштерімізді салып, жақсылап араластырып аламыз. Дәмдеуіштерден мен қара бұрыш алдым, 1 шай қасық, қызыл бұрыш алдым, хмели сунели алдым, орегано алдым, тұздан 1 шай қасық тулар тулмасы алдым. Өйткені қайнататын кезде біраз қасық тұз салғанбыз. Жақсылап араластырып алғаннан кейін ұлтабарымыздың ішіне салып толтырамыз. Алдын ала ұлтабарымыздың бір шетін жіппен байлап бекітіп қойғанбыз. Толтырып алғаннан кейін екінші жағында жіппен байлап бекітіп аламыз. Видеоның басында майсыз, сусыз пісетінін айтқанбыз. Ол үшін вок қазанын пайдаланамын. Осы вок қазанында бұқтырмамыз тек буда ғана пісіп шығатын болады. Бұқтырманы жақсы көретін, бірақ та майлы тамақ асқазандарына жақпайтын адамдар үшін де осы бұқтырманың жасалу жолы өте қолайлы. Бір бас пиязымызды жұқалап турап, бір бас сәбізімізді үккіштен өткізіп, қазанымыздың түбіне саламыз. Үстіне 1 шай қасық паприка саламыз, 1 шай қасық қара бұрыш саламыз, 1 шай қасықтың ұшымен ғана тұз саламыз. Осыларды кішкене араластырып жіберіп, үстіне шегімізді салып, қазанымыздың аузын жауып, отқа қоямыз. Неке ішекке тығып буда пісірілген бұқтырмамыз дайын болды. Екі жағындағы жібін кесіп тастаймыз. Салқын күйінде де, ыстық күйінде де жей берулеріңізге болады. Керек заттың тізімін видеоның соңында жазып кететін боламын. Видеоны соңына дейін көргендеріңіз үшін көп рахмет. Сау болыңыздар.